Балдыркөк немесе халық арасында селдерей деген атпен танымал болған өсімдік жайлы не білесіз? Соңғы күндері TikTok'ты ашсаңыз да, Instagram'ды қарасаңыз да, барлығы осы шырынды жарнамалауда. Ал оның пайдасы мен зияны туралы түрлі алып қашпа әңгімелер тарап жатыр. Кейбірі ағзаға зияны жоқ десе, енді бірі рак тудырады дейді. Құдай сақтасын әрине. Ал біз халық арасында танымал болған осынау мифтерді бірге тексеріп көрейік. Қорықпаңыздар, балдыркөктің рак тудыратыны туралы ғылыми дәлелдеме жоқ. 2009 жылғы зерттеу нәтижесіне сай, құрамындағы лютеолин қатерлі ісікке қарсы пайдалануға болатын ем ретінде анықталған. Сондай-ақ құрамындағы апигенин рак клеткаларының қозғалысының төмендетеді және оның таралуын тежейді. Яғни, бұл мифіміз жалған. Пайдасы осы екен деп жей беру де қате пікір. Мысалы, аллергиясы бар адамға зиян болу мүмкін. Сондықтан да оны жеу немесе шырынын ішу барысында аллергиялық реакцияның болуын қалыпты жағдай ретінде қарастырмау қажет. Сондай-ақ балдыркөкті жүкті әйелдерге, бала емізетін аналарға жеуге болмайды. Қандай да бір жағдайда реакция берсе, дереу дәрігерге қаралыңыз. Ал өсімдіктің өзін дәрігердің нұсқаулығымен ғана қолданғаныңыз абзалырақ. Бұл халық арасындағы ең танымал миф. Балдыркөк калориясы өте аз өсімдіктердің бірі. Бір сабағының өзінде шамамен 10-ақ калория бар. Сондықтан да көп адам балдыркөк шырынын арықтауға арналған сусын ретінде пайдаланады. Дегенмен калориясы аз бола тұра, арықтауға тікелей көмектесетін туралы нақты ғылыми дәлелдер жоқ. Бұл туралы қазақстандық дәрігер Маржан Әбдіғалиева былай дейді. Смузидің 95% судан тұрады. Балдыркөк негізіндегі смузи салмақ тасуға көмектесіп, адамды арықтататынын дәлелдейтін негіз жоқ. Мысалы, арықтау үшін смузи ішіп жүрген қыз-келіншек таразыдағы азайған 400-800 граммды көріп, бұл смузидің әсері деп түсінеді. Алайда бұл қате ойлау. Себебі смузи майда ыдырату процесіне қатыспайды, тек артық суды шығарады. Бұл уақытша әсер. Балдыркөктің құрамында К дәрумені бар. Бұл қан ұюының алдын алады. Ал варикоз бұл тері астындағы ісінген қан тамырлары. Яғни балдыркөкті варикоз кезінде дәрігердің рұқсатымен пайдалануға болады. Жоғарыда атап өткенімдей, балдыркөктің құрамындағы апигенин іш кебуінің алдын алады. Ғалымдардың зерттеуіне сай, балдыркөк құрамындағы флавоноидпен біріккен апигенин асқазандағы зиянды бактериялардың азаюына көмектеседі. Дегенмен, міндетті түрде тұтынбас бұрын дәрігердің ақыл кеңесін пайдаланыңыз. Балдыркөк немесе халық арасында селдерей деген атпен танымал болған шырынды ішіп көрдіңіз бе? Қандай да бір пайдасы тиді ме? Егер тиіп жатса, пікіріңізді комментке міндетті түрде жаза кетіңіз. Видеомен бөлісіп, каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.